1. sınıf оқушыларына арналған алғашқы құбылу салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Бақытыңа барар жол әліппемен басталады дегендей, бүгін балалар қолдарына бірінші кітабы әліппені алды. Соны жақсы оқып, әрқашанда жолдары ақ болсын. Балаларымыздың осындай білім алуын ұйымдастыру, ол бірінші кезекте ата-аналардың бойындағы үлкен жауапкершілік, үлкен міндет деп білем. Осы жолда ешбір қажымай шығармашылығымыз шыңдала берсін деп тілеймін. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға деп бекерге айтылмаған. Сіздерге көп рахмет, балалардың қадамы құтты болсын. Мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндер бүгінгі 1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Бүлдіршіндеріміз оқуда озат болсын, парасатты болсын, саналы болсын, білімді болсын. Жанынан жалын төккен, айналасына қуаныш сыйлаған, таяздан арна, аяздан жылу татқан, мынау ыстық жүрек аялы алақандарыңыздың ұстаздары көкке жеткенін қалаймын.